Көп балалы отбасыларға қандай әлеуметтік қолдау көрсетіледі және шарттары қандай? Бұл туралы информбюро хабарлады. Қазақстанда кәмелет жасына толмаған 4 және одан да көп баланы асырап отырған 440 мың жуық отбасы бар. Көп балалы отбасылар кімдер? Неке, ерлі-зайыптылық және отбасы туралы кодекстің 1 бабы бойынша көп балалы отбасылардың тізіміне кәмелетке толмаған 4 және одан да көп баласы бар. Оның ішінде кәмелеттік жасқа толғаннан кейін білім беру ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін, бірақ 23 жасқа толғанға дейін орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша білім алатын балалары бар отбасылар кіреді. Көп балалы отбасыларды қолдаудың кешенді модельдері құрылған. Оның ішінде мемлекеттік жәрдемақылар, әлеуметтік төлемдер, жұмыспен қамту шаралары, салық салу жеңілдіктері бар. Бүгінде әлеуметтік көмек көрсетудің келесі 5 санаты бойынша беріледі. 1 жасқа дейінгі баласы бар аналар мен отбасылар, көп балалы отбасылар, мүгедегі баласы бар отбасылар, аз қамтылған отбасылар, асыраушысынан айырылған және бала асырауға не қамқорына алған отбасылар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратына сәйкес, Қазақстанда кәмелет жасына толмаған 4 және одан да көп баланы асырап отырған 440 мыңға жуық отбасы бар.